Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Пирог өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер болады. Және де бұл пирог өте көп заттарды қажет етпейді. Небары бірнеше заттан ғана тез оңай жасалады. Алдымен осылай алмамыздың сыртын ашып, ішін дәндерінен тазартып дайындап аламыз. Міне дайын болды. Енді қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлегенде шамамен 5-7 минут миксерлейтін боламыз. Көбігіміз аппақ болып, қантымыз толық ерігенше. Міне осылай аппақ болып дайын болды. Енді үстіне кішкене шым-шым тұз қосамыз. Жарты қасық ванилин және ұнымызды разрыхлителмен араластырып, електен өткізіп қосамыз. Сонан соң лопатканың көмегімен астыдан үстіге қарай бір бағытта осылай жаймен араластырамыз. Сол кезде пирогымыз түсіп кетпейді, өте керемет болып көтеріліп піседі. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қамырымызға қосатын алманы дайындайтын боламыз. Осылай дәл видеодағындай етіп, жұқа қылдырып, алмамызды турап аламыз. Және де алманың барлығын турамаймыз. 2-3-еуін бетін әрлеуге қойып қоямыз. Енді жаңағы туралған алмамызды қосып, қамырымызды араластырамыз. Енді формамызды алдын ала пергамент қағазын жайып, дайындап, үстіне дайын болған қамырымызды құйып, бетін лопаткамен осылай жайып шығамыз. Енді қалған алмамен бетін әрлейтін боламыз. Оны да жұп-жұқа етіп кесіп дайындаймыз. Достар, егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алда тағы рецепттермен бөлісетін боламын. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеомды бірінші болып көре аласыздар. Және де менің осы рецептіммен жасасаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне осылай пирогымызды дайындап алдық, енді пісіретін боламыз. Міне пісіп шықты. Енді суытып алғаннан кейін ғана үстіндегі формасын шешеміз. Енді пирогымыздың бетін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен осылай қант отағын қосып, үстіне сеуіп шықтым. Пирог өте керемет, жұмсақ, дәмді болып шығады. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.